Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Мен бұл видеода еш жеңіліс көрмей келе жатқан Александр Македонский әскерін тас-талқанын шығарған өзбек батыры Спитамен жайлы айтатын боламын. Спитаменді өзбектер де, тәжіктер де біздікі деп санайды. Дегенмен біз сол кездегі тарихи деректерге мұқият мән берсек, оның түркі болғанын және өзбектерге жақын болғандығын байқай аламыз. Бұл жағын видео барысында айтатын боламын. Спитамен деген лақап ат болуы керек, оның шынайы аты бізге жетпеді. Парсылар оның ерлігіне тамсанып Спитамен деп атады. Парсы тілінде бұл ғажайып батыр деген мағына береді. Иран жерінде билікте Ахименид династиясы келіп парсыларды күшейткенге дейін парсы жеріне сақтар үнемі жойқын шапқыншылықтар жасап, Иранмен қоса Египетті де жаулап алды. Кир патша билікке келісімен түркілердің алауыздығын пайдаланып, парсыларға тәуелсіздік алып берді. Онымен қоса, аз ғана уақыттың ішінде өте күшті әскер жасақтап, батыс елдерін бағындырды. Ендігі кезекте Кир ұзақ жылдар бойы Иран халқын шапқыншылық жасап, мазалап келген сақтарды бағындыру үшін үлкен жорық жасады. Сол кездегі Еуразия халық санының жартысын алып жатқан парсылар қалың қолмен келіп Ауғанстан, Тәжікстан жерлерін бағындырды. Кирдің де, Дарийдің де Қазақстан аумағына келіп, көшпенді сақтардан қалайша өзара жеңілгені баршаңызға мәлім. Бірақ олар отырықшы өмір сүретін Қарлұқ тілді Соғды халқын, яғни өзбектерді жаулап алды. Ұзақ жылдар өзбектері парсылардың билігінде қалды. Кейіннен гректердің арасынан Александр деген адам шығып, ол әкесінің кезінен белгілі, әйгілі соғыс өнері фаланганы қолданысқа енгізіп, саны бірнеше есе көп болатын парсы әскерлерін талқандап, Ахименид империясын құлатты. Осы тұста өзбектердің арғы-атасы Соғды халқы тәуелсіздік таң атты деп қатты қуанды. Соғдылардың арасында Спитамен деген адам болды. Ол өз кезінде Ахименид империясына қызмет жасаған өте талантты қолбасшы болатын. Десе де, ол патша емес қарапайым қолбасшы болғандықтан Соғды халқын толықтай басқара алмады. Соғды билеушілері бас қосып, енді не істеу керек деп жатты. Бір тобы гректерге көмектесіп, парсыларға қосымша соққы беру керек. Сол кезде біз толық тәуелсіздік аламыз десе, бір тобы жоқ, гректер бізге де келеді, соғысқа дайындалу керек деді. Спитамен: қазіргі уақытта біздің басты қауіп гректер. Егер біз тәуелсіздік жарияласақ, онда парсылардың қалған әскерлері бізді тастап кетеді. Гректерді жеңгенше оған асықпаңыздар. Әуелі біз сақтардан көмек алып, Соғды және парсылардың күшімен үш жақтап, гректердің бетін қайтарып алсақ, содан кейін тәуелсіздік жарияласақ та үлгереміз деді. Бірақ Соғды билеушілері оны тыңдамай, Соғдылар тәуелсіз мемлекет деп жариялады. Спитамен ескерткендей, парсы әскері әп-сәтте тарқап кетті. Бұл жағдай алдағы соғыс қимылдарын ауырлатып жіберді. Грек әскерінің Соғды жеріне тақалуы Қазақстан аумағындағы көшпелі сақтарды да алаңдатты. Біршама көшпенді сақтар Спитамен әскеріне келіп қосылып жатты. Көп ұзамай грек әскері Бактрия мен Соғды жерлерін жаулап алды. Біздің заманымыздан бұрын 329 жылы Спитамен Соғды халқының грек басқыншылығына қарсы ұлт-азаттық көтерілісін басқарды. Заравшан өзенінің бойында Спитамен бар болғаны 600 жауынгермен гректердің әскерін қырып жіберді. Бұл Александр Македонскийдің шығысқа жорығындағы ең алғашқы жеңілісі болды. Спитамен ежелгі түркілердің тактикасы бойынша ашық соғысқа шықпай, ойламаған жерден шабуыл жасап, артынша жоқ болып кетіп отырды. Бұл гректерге өте ауыр тиді. Ашуланған Александр әскері Соғды халқын тонап, еркектерін өлтіріп, әйелдерін зорлап кетіп отырды. Соғдыларға қазақ жерінен көшпелі сақтар көмекке келді. Олар гректерді ашық соғыста әп-сәтте талқандап тастағандықтан, Александр тез арада қала бекіністер соғып, оны катапультамен қоршап тастады. Сақтар жақындаса, катапультамен тоқтаусыз атқылайтын. Сақтар бекіністерді шаба алмағандықтан, қалада тұратын соғдыларға көмегі нәтижесіз болды. Спитаменнің партизан соғыстарынан шаршаған Александр бар ашуын қарапайым халықтан алып, 120 мың адамды өлтірді. Спитамен де жаңа одақтастар табу үшін Бактрияға өтіп кетіп, Бактрия халқын ұлт-азаттық көтеріліске шақырды. Бірақ ондағы парсылар бұған қарсы болып, керісінше Спитаменге қарсы соғысты. Александр құлдыққа басып, Соғды патшасының қызына үйленіп, маған бағынып, Спитаменге көмектессеңдер жайларыңа қалдырамын деп сөз берді. Деректерде айтылғандай, Спитамен гректердің қолынан емес, қапыда күтпеген жерден сатқын болған өз әйелдің қолынан қаза тапты. Енді Спитаменді неге өзбек дегенге келер болсақ, біріншіден ол Соғды халқынан болды. Қазіргі уақытта белгілі болғандай, Соғдылар Өзбекстан аумағын мекендеген отырықшы, саудагер, Қарлұқ тілде халық болды.
қазіргі өзбектерде қарұл тілінде сөйлейді. Екіншіден, оның түр-әлпеті жайлы келген деректерде Спитамен қысық көзді, кең иықты, қара торы адам болған деп сипатталады. Қысық көзді болу түркілерге тән сипат, ал парсылардың негізінен көздері дәу. Сонымен қатар тарихи деректерде Спитамен гректермен қатар парсылармен де соғысқаны айтылады. Үшіншіден, оның соғыс өнеріне мән берсек, әскерінің бәрі атты әскерден тұруы, ашық соғысқа шықпай жауын алдап адастырып, күтпеген жерлерден соққы беруі, қауіп төнсе, жазық далаға шегініп кетуі, бұның барлығы түркілердің соғыс тактикасы. Енді Спитамен көтерілісінің неліктен жеңіліске ұшырағанына келер болсақ, біріншіден, гректер келмей тұрып Спитамен соғдыларға тәуелсіздікті асығыс жарияламай сақ парсы соғды күштерін бірлестіріп қарсы тұру керек деп ескертсе де оны ешкім тыңдамады. Екіншіден, Спитамен сеніп көмектеседі деп үміттенген адамдар оны сатып кетіп, Александрдың жағына шығып кетті. Соғды және Бактрия басшылары биліктер мен байлықтарын сақтап қаламыз деп сеніп, ел мүддесін сатты. Үшіншіден, Спитамен жау қолынан емес қапыда өз әйелінің қолынан қаза тапты. Александр Македонский әскері саны жағынан Евразия халқының жартысына тең болатын, парсыларды әп-сәтте талқандаса да, санаулы ғана әскер бар Спитаменді қаншама жылдар бойы жеңе алмады. Егер басшылар Спитаменді тыңдағанда және оған сатқындық жасамағанда, гректер Өзбекстан жерін бағындыра алмас еді. Спитаменнің өлімін естіген Александр, ол менің жауларымның арасындағы ең батыры болды. Ол басқалар секілді менен қашқан жоқ, бірінші болып шабуыл жасады деп сипаттады. Қолға түскен Спитаменнің қызы Апама Александрдың оққағары Селевкаға әйелдікке берілді. Спитаменнің немересі сол арқылы Селевкиттер мемлекетінің патшасы болды. Спитаменнің өлімінен соң соғдылар грек бодандығында қалып қойды. Артынша Александр енді қазақ даласына көз тігбеді, көшпенді сақтар ең ірі грек гарнизондарының бірін қырып жіберді. Тіпті Александрдың өзі ауыр жарақат алып, ары қарай баруға қорқып, Үндістанға бет алды. Қорытындылап айтқанда, Спитаменнің ерлігі тек соғды халық емес, бүкіл Орта Азия халқы үшін маңызды болды. Ұзақ жылдар партизандық соғыстар жүргізген Спитамен гректерге көптеген шығын алып келіп, олардың Орта Азияға жылжуына кедергі болды. Соғдылардан кейін сақтармен болған бір жеңілісінен соң Александр қазақ даласына ары қарай жылжуға деген ниетінен айнып қалып, олармен соғысу қиын екенін түсінді. Александрдың өлімінен кейін біршама жылдар өткен соң, қазақ даласынан көшпенді сақтар грек Бактрия мемлекетіне басып кіріп, гректерді өлтіріп, соғды жерін басқыншылардан тазартты. Онымен қоймай, Иран жеріне басып кіріп, ондағы гректерді өлтіріп, парсы билігін өз қолдарына алып, Парфия империясының негізін салды.